Баршаңызға сәлем. Бүгін біз профитроли жасайтын боламыз. Ол үшін газда сүт пен суды араластырып, қант пен тұз қосамыз. Оның үстінен сары май қосамыз. Отымыз орташа отта болу керек. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Бізге заварное тесто жасау керек, ол үшін ұн қосамыз және осылай араластырамыз. Ол бірте-бірте осылай қоюланып, осындай күйге енуі керек. Енді осыны басқа ыдысқа ауыстырамыз. Кішкене суытып алып миксерлейміз. Және шетінен жұмыртқа құйып отырып, араластырамыз. Бастысы бұл жерде жұмыртқа пісіп кетпеуі керек. Миксердің қандай жылдамдықта тұрғаны маңызды емес. Ең бастысы барлығы жақсылап тұрып араласу керек. Барлығын араластырып біткенде тура осындай күйде болуы керек. Енді ары қарай кондитерлік мешокқа саламыз. Ары қарай осындай әдемі формада сығып шығамыз. Міне тура осындай болуы керек. Енді духовкада 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіреміз. Енді одан кейін кремге көшсек, қантқа жұмыртқа қосамыз, оның үстінен крахмал саламыз, барлығын жақсылап араластырып аламыз да, үстіне жылы сүтті құямыз. Және газда сүттің жартысына осы креміміздің барлығын құйып, ары қарай заваривать етеміз. Крем бірте-бірте қоюлана бастайды, шамамен 10-15 минуттай араластырып тұру керек, немесе асты жабысып қалады. Міне дайын болған крем осындай болады. Кремді басқа ыдысқа ауыстырып, бетін пищевая пленкамен жауып холодильникке саламыз. Профитроли осылай болып піседі. Оны жақсылап суытып алғаннан кейін кремді кондитерлік мешокқа салып, осылай толтырамыз. Бетін өздеріңіздің қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Біздің профитролиіміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.